Құрметті тыңдаушылар, мен Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Сұлқы жалпы орта білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Наказова Айжан Қарғайлықызы. Менің презентациям тақырыбы біздің отбасымыздың мамандығы. Әрбір адамның өмір жолына бағыт беретін бір жарық шам бар. Біздің отбасымыз үшін ол мұғалімдік мамандығы. Біздің жай ғана емес, шағын мектеп филиалы. Айырмашылығы қоңырау соғылмайды, бірақ сабақ бәрібір басталады. Менің атам да, нағашы атам да шәкірт тәрбиелеген ұстаз болды. Менің атам Ешмұратов Наказ Әке орта мектебінің физика және математика пән сабақтарынан берді. Ал менің нағашы атам Ақылбеков Тілеуғал жаңа дәуір және Сұлқы мектебінде қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі болды. Осы жолды әкем мен анам жалғастырып, өмірін білім беруге арнады. Менің әкем Қайырғали Салмағанбетов 30 жылдан астам Сұлукөлде дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық пәндерінен сабақ берді. Ал менің анам Ақылбекова Ардақ Сұлукөл жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі және қазақ әдебиетінің мұғалімі болып жұмыс істейді. Бүгінде менің әпкелерім мен ағам да осы қасиетті мамандықты таңдады. Менің үлкен әпкем Дариға Салмағанбетова Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде көркем еңбек және дизайн кафедрасының оқытушысы. Ал менің екінші әпкем Бибінұр Салмағанбетова Ақтөбе қаласындағы Құрманғалиева атындағы 38-ші мектеп гимназиясында информатика, математика пәндері мұғалімі және оқу ісінің орынбасары. Ал менің ағам Ерасыл Салмағанбетов Ақтөбе қаласындағы білім инновация лицейінің физика пәнінің мұғалімі. Яғни біздің жанұяны кішкене педагогтар династиясы деуге болады. Анам кейде мені ағылшын пәні мұғалімі, ал інім Нұрайдары химик не биолог қылсақ, өзіміздің жеке мектебімізді ашып алсақ та болатын шығар деп әзілдейді. Біздің шаңырақтағы күнделікті әңгімелер оқушылардың жетістіктері, жаңа әдіс тәрбие, кітап және білім туралы, оқушылардың болашақтары туралы болатын. Қысқасы, біздің үйде қандай мамандық таңдаймын деген сұрақ мүлде қойылмаған, туылғаннан бастап диагноз қойылған созылмалы педагогикалық әулет. Назарларыңызға рахмет.